Саламатсыздар ма? Нұрмұхан Бекболсын атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің информатика пәні оқытушы Тұманбетова Ахаман қызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мобильді қосымшалар, мобильді қосымшалар интерфейсі, мобильді қосымшалардың интерфейсіне қойылатын талаптар. Сабағымыздың мақсаты мобильді қосымшалардың мәнін түсіндіру, мобильді қосымша интерфейсінің негізгі ұғымдарын меңгерту және интерфейске қойылатын негізгі талаптармен таныстыру. Бүгінгі сабақта күтілетін нәтижелер мобильді қосымша және оның интерфейсіне ұғымдарын біледі, мобильді қосымшалар интерфейс түрлерін ажырата алады, интерфейске қойылатын негізгі талаптарды атайды, қолданушыға ыңғайлы интерфейсі маңызын түсінеді. Қарапайым мобильді қосымша интерфейсін талдай алады. Мобильді қосымша дегеніміз ол смартфондар мен планшеттерге жұмыс істеуге арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету. Ол пайдаланушыға ақпарат алу, байланыс жасау, есептеу, ойын ойнау қызметтері пайдалану сияқты түрлі мүмкіндіктер береді. Қазіргі таңда мобильді қосымшалар күнделікті өмірде ажырамас бөлігіне айналды. Банкинг, білім беру, денсаулық сақтау, сауда, ойын-сауық салаларында кеңінен қолданылады. Мобильді қосымшалар келесі түрлерге бөлінеді. Нативті қосымшалар, веб қосымшалар және гибридті қосымшалар болып бөлінеді. Мобильді қосымша интерфейсі туралы айтатын болсақ, мобильді қосымша интерфейсі user интерфейс. Бұл пайдаланушы мен қосымша арасындағы өзара әрекеттесу ортасы. Интерфейс арқылы қолданушы қосымшаны басқарады, ақпарат алады және әрекеттерді орындайды. Интерфейстің негізгі мақсаты қолданушының ыңғайлы, түсінікті және жылдам жұмыс істеуіне мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қолданушыға бағытталған интерфейс user experience қолданушының қосымшамен жұмыс істеуге барысындағы жалпы әсері. User experience ол интерфейстің тек сыртқы көрінісін ғана емес, қолданудың жеңілдігін, жылдамдығын және логикасын қамтиды. Жақсы user experience қолданушының уақытын үнемдейді, қателіктерді санын азайтады және қосымшаны қайта қолдануға ынталандырады. Мобильді қосымшалар интерфейсіне қойылатын талаптары: қарапайымдылық. Интерфейс артық элементтермен толтырылмауы керек, әр батырма мен элементтің нақты қызметі болуы тиіс. Интуитивтік түсініктілік. Қолданушы қосымшаны нұсқаулықсыз пайдалана алуы керек. Белгішелер мен атаулар логикалық тұрғыда түсінікті болуы қажет. Бірізділік. Интерфейстің барлық беттерінде түстер, харптер, батырма стильдер бірдей сақталуы тиіс. Және де экран өлшеміне бейімделу. Ол дегеніміз интерфейс әртүрлі экран өлшемінде дұрыс бейімделу қажет. Келесі оқылымдылық. Мәтін өлшемі көзге жайлы, түсті, контрасты болуы керек. Ақпарат оңай қабылдануы тиіс. Келесі жылдам әрекет. Қолданушы әр бір әрекетті орындау үшін көп қадам жасамау керек. Маңызды функциялар қолжетімді болуы тиіс. Келесі қате туралы хабарламалар. Ол дегеніміз қате болған жағдайда қолданушы түсінікті әрі нақты хабарлама көрсетілуі керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.